Понял? Принцесса! Теперь аплодисменты, пошли. И уделим минутку жениху. Ужас. Как настроение, как настрой? Волнуешься? Да, Волнуюсь. Прям чувствуется. Давай так, чтобы все волнения исчезли. Я тебе дам микрофон. Ты громко, четко, уверенно скажешь: я женюсь! Вот так вот. Или пусть будет так: я рад, что я женюсь. А то подумают от безвыходности. Я рад, что я женюсь. Кейстыкпа. Давай, 3-4. Я рад, что я женюсь. Ой, рахсыма. Сейчас черед мөлдір. Ал енді қадірменді барша ағайын, мінекей, енді алдымызда баршаңызға лицо. Или, как поговаривают в Лондоне, сейчас будет open face party. Қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демек. Мінекей нағыз қазақтың аспабыменен, қазақтың салтыменен, мінекей Аққудай келіміздің бетін ашатын Қайролла Хафиз атты бауырымызды бір қошеметпен қолдап қойыңыздар. Аққудай келіміздің бетін ашатын Қайролла Хафиз атты бауырымызды бір қошеметпен қолдап қойыңыздар. Жарылған кезде де шапалақ соғатын адамдар жоқ па не? Мен тұра беремін бақы, шапалақ соғылғанша. Пердеңіздің тұрды ашықта, ағайын бет ашарды тыңдасықта. Ал әне он саусағым ойнақтады, 19 пернесінің бір басықта. Үйленіп үйлі болды ол жасылым, оян қазақ деген соң міржақықтар. Шаңырақ көтергенің дұрыс болды, қызығу өткізгенше құруақтар. Отбасы болғаннан соң білесің ғой, сылдырбамай тұрмайды шын қасықтар. Сол кезде ақылыңа жүгінумен, сабырмен сүйіктіңе тіл қатықпал. Қарасам ол жас жігіт басыңызға батпандай қонғал тұрған бір бақыт бар. Қалайша шапалақ соқпайсыңдар, шаңдық көтергенде айқын шын ғашықтарға, шын ғашықтарға. Лайық болу керек ақыматқа, ие болып жүргеннен соң осы баққа. Құдалар Қарқаралыдан келді деді, біреулер осыны естіп жасымапты. Қарқаралы киелі атырап қой, ақын батыр түлеткен атырапта. Қасым туған топырақтан қош келдіңдер, Қанышадан туылған айхем топыраққа бар, топыраққа бар. Жүрегім елім дедің, жерім дедің, мен өзі кері қарай шегінбедім. Ол жасылың ерекше өзгелердің, өлемін дұрысты өрілгенін. Қайрет бүгін анамызда қалайды биіктерден көрінгенін. Мөлдірменен ол жасын бақытты боп, жаратқан сөндірмесін сезімдерін. Тойдағыдай дастархан жаюлы боп, ойдағыдай өтсінші өмірлерін. Сымырай кететұғын бұл бес күнді, суымай бір-біріңе сезімдерін. Тойын тойға аласын думандақтан, туыс туған бір болғым бөлінбегін. Қарқаралы құтты болсын күйеу балаң, қанжығалы құтты болсын айқын келіндерің бар, келіндерің бар. Қыз біткенге дегендей тыйым бұл да
соған көңіл бөліп тұр. Таныстырайын ендеше иіліп сәлем беріп тұр. Атарытып алыстан келгендерге бір сәлем, көргендерге бір сәлем, көрімдігін аямай бергендерге бір сәлем, осы араға бір сәлем, қасиетті шаңырақ босағаға бір сәлем, отқандарға бір сәлем, тұрғандарға бір сәлем, шапалағын қаттырақ ұрғандарға бір сәлем. Белгілі үлкендердің баталарын қызығы болып жүрген осы араның, ал келін жан аталарыңа сәлем салшы, мәз болып қалсын бүгін аталарың деп аталары Айшан ата, Тілеукен ата, Баймұхан ата, Ермұхан ата, Үйсен, Өрікбай, Күләш апамыз бірге, Маскен апа, Абылхан жезде, Қымбат апа, Шайза апа, Сайран, Жұмагүл, Жұмаш апа, Дәметкен, Жұмабай құдағи, Тілектес құдағи, Ақбай құдағи, Бақбай құда, Нұржамыл құдағи. Бәрекелді. Ата апаларыңа бір сәлем сала ғой келіңіздер. Келіңіздер. Пенсиядан 5 күн деп жазып қойып деді. Ендігі кезек қайнадан, ал енді кезек қайнадан, ендігі кезек қайнадан, осы күнді ойлаған, балам екеу болды деп бір биесін байлаған, көрімдігім берерге 5 мыңдығын сайлаған деп қайнадаңыз қайырға бір сәлем салыңыз келin. Олжас келін әкелем деген кезде давлениясы көтеріліп қаны қысқан, ене деген жаяты болмас егер бірер жылда боп кетер. Панырушкан деп енесі Бибігүлге арнайы бір сәлем саламын. Аға жеңгелерім, Гүлжәмила апа, Рахмет жезе, Жанғабыл аға, Райхан тәте, Болат, Ләззат, Мадина, Ләйлә, жезделерім жақта Қайрат, Қанат Гүлнар, Қабылда Ана, Қанат Роза, Марат Айман, аға жеңгелеріне бір сәлем келді.
сәлем нағашылары Бақтай тәте, Ерсайын аға, Қаратай тәте, Қарасай аға, Сәпкен тәте, Серік аға, Гүлнар тәте, Сұлтанбек аға, Манзура тәте, Әлия тәте, Бақыт тәте, Қази Құралай, Еркін Гүлшар, Маржангүл, Алмагүл, Күлен гүлдері кетіп жатыр. Нұрлан, Айгүл дейді, Дәурен, Сангүл, Нұргүл, Марат, Жамат, Гүлсім, Азамат, Мадина, Самал, Данияр нағашыларына бір сәлем саламын келді. Апа жезделерге бір сәлем сала ғой. Аманжол, Қарлығаш, Гүлжан, Бақытбай, Қайыргелді, Маржан, Қанат, Гүлмира, Асқар, Бағлан, Қайырбек, Дана, Данияр, Айнура, Зайып, Үңкәр, Анара, Мерует, Қуаныш, Асқар, Өмір, Есен, Назгүл, Суықса отырмын жерде. Ринат, Анара, Аян, Динар, Айсұлу, Жанжыбек, Ардаша, Алмаз, Кеттігер, Мерует, Бақытбай. Қалып қойған апа жезделер, аға жеңгелер болсын. Келіңіздер, баршаларыңызға бір сәлем. Жарыңдың да достары, өзіңнің де достарың келген екен, осында танытамыз деп достығын. Доспенен көңіл жайқалар, доспенен көңіл жайдалар, кімнің қандай достығы көрімдігінен байқалар. Ал келінжан, қасындағы олжастың, осында жүрген достары дұрыс көрімдік бермесе, көрпініңе олжастың достары қуса құмалақ түспейтін қытымыр екен деп айтамар деп қойын. Ал ендеше олжастың барлық достары, класстастары, группаластары, палчандары болса, барлықтарыңыз келіңіздер. Және біздің әдемі сұлу келініміздің өзінің құрбылары болса, барлықтарыңызға шырқатып бет ашардың әнін айттым, жайқалған дастарханның дәмін айтты, маңдай терім сорғалап тұрса дағы бет ашарды келіп тұр тағы да айтты.
сыйласын басымда бағым беселік басымда бағым беселік бұл дәуренімізден өтеді ал келінжан тердеп тұрып бет ашқан кейде сөзден шатасқан қайролда да жақынға жарты сәлемін жетеді бай Өргелді, ардақты той-сөр ағайын ендеше сіздердің құрметтеріңізбен қазақтың киелі қара домбырасымен бисмиллахи-рахмани-рахим деп келіндеріңіздің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Енесі ең бірінші анасына жақын болады дейді, келіндер ендеше өзіңіз маңдайынан иіскеп, таңдайынан